Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан ұлы дала деп, ал бабаларымызды ұлы даланың ұрпақтары деп атаған. Біз солардың жалғасымыз, ұлы даланың мұрагерлеріміз. Алтай мен Атырауда алып жатқан осынау мекеннің әрбір тасы мен тауы, өзен көлдерінің тылсым тарихы бар. Біздің туған жеріміз, сыр ананың бойында орын тепкен тарихы терең Қожатоғай ауылы. Осы өңірде қаншама ақындар мен батырлар елінің даңқын еңбегімен еселеген, еңбеккер мәдениет пен өнердің бүлділдері шыққан қасиетті мекен. Өнегелі өсиет термелері мен өлең жырлары барша қазақтың жанында сақталып, әлі күнге айтылып келе жатқан бабаларымыздың бірі Майлықожа ақын біздің елдің мақтанышы. Ауыл орталығындағы мәдениет үйінің жанында ауыл тұрғындарының өнерге, мәдениетке деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында 3 көркемөнерпаз үйірмесі жұмыс атқарады. Атап айтқанда, би үйірмесі, көңілді тапқырлар үйірмесі және ақын бабамыз Майлықожа атындағы термешілер үйірмесі. Үйірмеге қатысушы талапкерлер ауыл көлемінде ғана емес, қала көлемінде танылып келе жатқан ұжым. Көңілді тапқырлар үйірмесінен үлкен өнерге қанат қағып, бүгіндері республикаға танымал болған миллион тобының мүшелері осы үйірменің алғашқы қарлығаштары. Бүгін сіздерге бейнебаян арқылы таныстырылғалы тұрған ұжым Майлықожа атындағы термешілер үйірмесі. Үйірме жетекшісі Майлықожа бабаның ұрпағы болып келетін Кәукешев Сәдуақас. Сіздердің назарларыңызға Майлықожа Сұлтанқожаұлының өмірі туралы сыр шертпекпіз. Майлықожа Сұлтанқожаұлы сұлу сырдың сағасында, қазіргі Арыс қаласына қарасты Қожатоғай Қаракөл Қойсақ қозында 1835 жылы өмірге келді. Ақын әкеден ерте айырылады. Сүйенері, сенері жоқ анасы 14 жасар Майлықожа мен одан да жас Есехан деген баласын ертіп, төркініне әкесінің қолына келеді. Апам келе жатыр, Майлы мен Есехан келе жатыр. Алақай, апам келе жатыр. Аман есен жеттіңдер айналайын қарағым. Құда болса Алланың ісі, артында қалған екі тұяқты аман есен жеткізу сенің міндетің айналайын. Денің сау болсын. Иә, қызым, болған іске болаттай бол деген. Мына екі құлыңның күйеуінің аманаты. Құда қаласа екі бала ер жеткен соң барлығы ұмытылады да кетеді. Әкеден жастай қалған жетім едім. Көп көріп таршылықты жетіп едім. Жетім боп 14-імде қалғаныма амалым жоқ, қылатын өкінемін. Есеханмен әркімге қызмет едім. Боп кетті-ау қара қолдай кескіндерім. Ау биікке шықсаң, бекінгіні селкеулік қылсаң секіртер. Қатерлі тауда жүргендері қайрат қып бойын бекіндер. Теңізге жүзбе үйір бобы деміңді қысып кетілдер. Наханға салма қармақтауы қармақты жазып өкіндер. Айдаһар мен арбаспауы алқымынан өтілдер. Әдепсіз барсаң үлкенге аңсызда жаза жетілдер. Үйге қонақтар келді. Ассалаумағалейкум. Аман ба елдер? Келіңіздер, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ол бейбей қыз амансың ба? Келіңіздер, жайғасыңыздар. Жолдан аман ба? Аман есен шүкір. Ал қош келдіңіздер, ардақты асылдарым. Ал қош көрдік.
Құлыншақ ақын мен Ұлбике қарындасымыз кеп баған екен, майлының қолын ала кетейік деп әдейілеп кірдік. Ел жұрттарың аман ба? Аман есен, аман есен. Келгендеріңіз өте тамаша болды. Мына ағарғаннан ішіп, астан алып отырыңыздар. Бәрекелді. Ал, олай болса Құлыншақ ақын өзіңе кезек берейік. Майлы дегенмен май болмадың. Жұрттан алып жегенмен бай болмадың. Ой, бақытек. Сен құлыншақ болғалы қай бір заман жабағы, дөнен тай болмадың. Ой, бәрекелді. Ата, әумин қылыңыз. Яқи әумин. Ас бергенге ас берсін, елімізге тыныштық өмір болсын. Алла денімізге саулық, өмірімізге байлық болсын. Аллаху әкбар. Астан алыңыздар. Ал Майлы ақын, сыр бойындағы сыңсыған тоғайда жатып талай өлең туған шығар. Мүмкін артыңдан қуып келіп жатқан шәкірттерің бар шығар. Көрсет өнеріңді. Ай, бәрекелдік. Көрейік. Әбілқайыр, балам кел. Ал, Әбілқайыр балам, нағашыларың кеп қапты. Көрсет өнеріңді. Ал айтқандай, сендерге бір жақсы жаңалығым бар. Мынау шығыстағы Шыңғыс деген тауды жағалаған Тобықты руының ішіндегі Құнанбай деген аға сұлтанның Абай деген ақын дарын ұл шығыпты дейді. Қазақ деген ұлтынан айналайын. Жүрегі кең, қаны таза, керемет халық қой. Шіркін сол Абаймен кездесу бұйырар ма екен? Дөңгеленген дүние, Алла жазса кездесерміз. Бата жасаңыздар. Ай, әкеумен, елімізге саулық, өмірімізге байлық берсін. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Аллаху әкбар. Тоғай ішінде жастар алтыбақан құрып жатыр екен. Мына Ұлбике қызды сояққа апарып, жастарды көрсетіп, сіздер де жүріңіздер. Ал, көрсек көрейік онда. Қане, Ұлбике қарындасым. Майлы қожа, естимін атыңды көп. Жұрт айтады ақындарда алдыңғы деп. Ақынсың деп айтады елдің бәрі. Көргелі келіп тұрмын алдыңа кеп. Ұлбике, сен де тегін емессің ау, сөзінде әрбір айтқан кеңес тұрау. Айтыста ойларымнан адасатын, мен ондай алдыңдағы емеспін ау. Айтыста ойларымнан адасатын, мен ондай алдыңдағы емеспін ау. Бес уақыт намазымды бес оқимын, бамдатты ерте, құптанды кеш оқимын. Ұлбике, ақын болсаң айта қойшы, жылына намазымды неше оқимын. Ұлбике, ақын болсаң айта қойшы, жылына намазымды неше оқимын. Бес уақыт намазыңды бес оқисың, бамдат ерте, құптанды кеш оқисың. Тақсырау білмесеңіз намазыңды, жылына 1802 оқисың. Көрінер сөзге шебер қыз екенің, білінер ақылсыз алды құз екенін. Халыққа нақыл сөзді насихаттау, білерсің ақындардың іс екенін. Халыққа нақыл сөзді насихаттау, білерсің ақындардың іс екенін. Қожеке, мойындадым дарыныңды, нақылға толтырыпсың қоржыныңды.
Қожеке қоржыныңыз азаймасын, әр сөзің айтып жүрген елге құнды. Соңында өшпес өнеге мол мұра қалдырған Майлықожа бабамыз 1898 жылы 63 жасқа шыққанда қазіргі Ордабасы ауданының Бадам ауылдық әкіміне қарасты Ақбұлақ елді мекенінде өмірден озды. Ұлдары Асан, Жолбарыс, Исабек әке жолын қуған сөз шебері Апайтөс ақындар болып өмірден өтті. Осынау кең байтақ ұлы даланың көгінде халқымыздың бар жұлдызы болып жаңа Қазақстан дүниеге келді. Біздің Қазақстанымыз ұлы істердің ұйытқысы болған ұлы дала елі. Бұл біздің тағдырымыз, бұл біздің таңдауымыз. Мәңгілік елімізде бейбітшілік пен береке болсын. Халқымыз аман болсын.